Елдос Ақлепес, жасы 15-те, туған жері Алматы облысы Іле ауданы. Жетістіктері 2022 жыл. Алматы қаласы «Мен де жұлдыз боламын» республикалық байқауы, бас жүлде. Түркияға оқуға жолдама. Қайырлы күн, бізде бүгін жаңа жоба «Мен де жұлдыз боламын» бағдарламасы. Бұл YouTube сұхбат. Біз осы бағдарлама арқылы Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі өнерпаздармен сұхбаттасатын боламыз, яғни халыққа кеңінен танытуға бір қадам жасайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта жас өнерпаз Елдос Ақлепес. Елдос, қош келдің. Қош көрдік. Сіздерге сәлеметсіздер ме? Қалың қалай? Жақсы шүкір, өздеріңіз. Күшті. Қысқы каникул қалай өтті? Ойдағыдай. Сабақпен. Тамаша ма? Иә. Енді Елдос, мен жеке басым сені танимын, сенің ағаңды танимын. Жалпы бір өнерлі отбасы десем, өзім қателеспеймін, өткен сенің ағаң ең алғаш менімен Түркия мемлекетіне халықаралық байқауға барып келген болатын. Енді сен де менімен бірге екі мемлекетте сапарлас болдың. Жалпы өзің сияқты артымен келе жатқан қарындастарыңа бір үлгі ретінде сенен сұрап өтейін. Жалпы неше жасыңнан бастап күй өнерімен айналысып бастадың? Мен ең алғашқы домбыраны 5-ші сыныпта қолыма алдым. 5-ші сыныптан бастап қазірге дейін айналысып келеміз. Нақты айтатын болсақ, осымен 6 жыл уақыт өтті. 6 жылдан бері осы қазақтың домбырасымен айналысып келеміз. Керемет. Енді ұстаздарың кімдер осы сенің домбыраға болып жүрген? Мен осы жерде тоқталып кетсем, менің бір-ақ ұстазым болған. Сол алғаш домбыраны қолға ұстаған қазіргі күнге дейін ұстазым өзгерген жоқ. Ол кісі әрине Нұрбек Фугулайым Орынбаевна. Сол кісімен айналысып келесің 6 жылдан бері. Ағаң да сол кісінің Ағаң да сол кісінің шәкірті. Керемет. Енді жалпы адам өзін дамыту үшін жалпы сіздер байқауларға қатысасыздар, иә? Осы кезге дейін 6 жылдың ішінде қанша байқауға қатыстың? Енді оның нақты санын айту енді білмеймін, бірақ ауыз толтырып айтарлықтай көптеген жарыстарға қатысып, жүлделі орындар иелендік. Байқаудың жалпы пайдасы бар ма? Иә, негізі өзіңе тәжірибе жинайсың, өзіңнің ойыңды дамытасың. Ең главный бұл жерде тәжірибе алмасаңыз бір-бірімізбен. Оның уровені жоғары болса да, сен оған қарап өзіңмен кішкене жұмыс істеу керек екенін түсінесің. Енді осы байқаулардың ішіндегі ең үлкен жетістігің? Ең үлкен жетістіктерім ол әрине Турция, Грузия елдеріне барып, халықаралық байқауларға қатысып, үлкен жүлделі орынмен иеленгенім мен үшін мақтаныш. Ал ең бірінші орында тұрған әрине менің Түркия оқуға жолдама иеленгенім. Ол менің өмірімде бір ұмытылмас сәт. Иә, осы жерде айтып кетейік. Елдос 2022 жылы «Мен де жұлдыз боламын» байқауына қатысты республика сарайына және бас жүлде иеленіп, Түркия мемлекетіне, яғни 2023 биыл оқу бітіресің. Иә, биыл оқу бітірем. Биыл Түркия мемлекетіне біздің жоба аясында оқуға баратын болады. Біз құттықтаймыз. Енді рахмет көп. саған қарап, біраз талантты жастардың несі оянады деп ойлаймыз енді. Енді байқау болғаннан кейін жеңіс болады. Көңілің қалған байқаулар бар ма? Көңілім қалған байқаулар жоқ десем өтірік болар. Иә, бірақ болған, ол 1 рет емес, 3-4 рет болды, бірақ домбыра бойынша емес, мектепшілік болмаса облыстық аудандық жарыстардан, көркем сөз өнерінен көптеген үлкен көңілім қалған сәттер көбірек орын алды. Бірақ ары қарай жұмыс жасап кеттік. Енді одан басқа немен айналысасыз? Жігітке жеті өнерде аз деп айтамыз ғой біз. Бірінші орында әрине спорт, оның ішінде футбол, волейбол, көптеген спорт түрлерімен айналысамыз, және де қол босаған кезде кітап, әрине ол бірінші өзімізді дамытамыз. Ал екіншіден әрине көркем сөз бойынша, мәнерлеп оқу бойынша өзіміздің қазақ ақындарын өлең жаттап жүрміз. Енді алға қойған негізгі мақсатың, енді сен қазір 11 бітірейін деп тұрсың ғой. Мен сенің мақсатыңды нақты қойдың деп ойлаймын. Ең негізгі мақсатым қазіргі ол менің жақсы оқу орнына түсіп, өзімнің жақындарымды қуанышқа бөлеу. Ал жағын көре жатармыз. Енді мынандай сұрақ қой. Өз саланың жұлдызы боларыңа сенесің бе? Үздік. Енді жұлдыз деген ең үздік деген нәрсе ғой. Енді менің өзім таңдаған жолымда кез келген адам өзінің мақсатында ол айқын үздік болуға тырысады. Әрине өзіміздің таңдаған саламыз бойынша үлкен жетістіктерге, мақсаттарымға жетіп, үлкен үздіктердің қатарынан табылуға тиіспіз. Елдос, сен жаңа әртүрлі нелермен айналысам деп жатсың ғой. Негізгі сенің алға қойған мақсатың күйші болу ма? Жоқ. Негізгі мамандығың болашақта таңдап отырған? Негізгі мамандығым болашақта таңдап отырған туризм саласы.
туризм саласы. Бірақ қазақтың қара домбырасы сенімен бірге әрдайым. әрине оны қалай мен 6 жыл бойы әрі қарай дамытамыз, тағы да өзіміз үшін үйренеміз, және де тағы да басқа да аспаптармен жұмыс істеуге тырысамыз. Аға, Елдос, енді өзің сияқты артынан еріп келе жатқан қарындастарыңа қандай бір кеңес айтар едің? Жалпы көбі мамандық таңдаудан шатасып жүреді ғой. Не болмаса біреулер ойлайды, қазір мен домбыра үйірмесіне барсам, мен соңында күйші болуым керек деп. Бірақ сен қарап отырсам, сен мамандық таңдап отқан мамандығың басқа. Сондықтан айтар ойың бар шығар деп ойлаймын. Негізі ең алдымен таңдағанда өзіңнің жан дүниең нені сүйетінін таңдау керек, және де ол жақты сен таңдасаң, ол салада сен міндетті түрде бір жерді тауды да қопаратының ол айдан анық. Сол себептен ол жақсы сүйген жұмысыңды істесең, сен 1 сағат көбірек жұмыс істей аласың, 1000 калория, көптеген калория артық жұмсай аласың, оған аз зарплата болса да сен ода жұмыс істей аласың, және де одан ешқандай сенде проблема болмайды. Сондықтан адам нені қалайды, соны жақсы көру керек деп Марғұлан Сейсенбай ағамыз айтып кеткен. Керемет. Елдос, саған көп рахмет. Аха. Сенің болашағыңа жеке өз басым сенемін, өйткені мен жалпы енді отбасыңды танимын ғой. Ағаңды көрдім, қазір ағаң жаңа өз қалаған мамандығы бойынша оқып жүр. Сондықтан саған тек қана сәттілік тілеймін. Болашақта осы біз мақтанатын Қазақстанның бір азаматы болуға тілекшіміз. Қай жерде болмасын, өзіңнің жаңағы қара домбыраңды ұмытпа, қазақ екеніңді әлемге танытып жүре бер. Тек қана сәттілік тілейміз. Көп рахмет сіздерге. Ал құрметті көрермендер, біз сіздермен келесі кездескенше дейміз. Сау болыңыздар.